Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Жанар. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметаник пирогының рецептін ұсынамын. Шын мәнісінде бірінші жасағаннан өте керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерде де міндетті түрде шығады. Ол үшін бізге сары май, ұн, қант, су, жұмыртқа қажет болады және қопсытқыш. Сары майымызды бөлме температурасында сары майымызды алып, ұнға салып, қолмен екеуін үгітеміз. Бізде қамырымыз песочник болып шығу керек, яғни орысша айтқанда крошки болып шығу керек. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде тезірек песочник осындай тесттер шығады. Араластырып болдық. Енді қантымызды және жұмыртқамызды салып, қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бірге бастайды. Сол уақытта суымызды құйып, тағы да ары қарай қамыр илейміз. Міне иліп болдық. Енді 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Қаймақтың үстіне қант ұнтақты салып, жақсылап араластырамыз. Немесе қант салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Ал жұмыртқаны біртіндеп салып араластырамыз венчикпен. Егер миксер болса, миксермен жасасаңыздар да болады. Енді ванилин және соңғы уақытта крахмал, яғни кукурузный крахмал қосыңыздар, картоп крахмал болмайды. Енді табамызды дайындап қойдым. Пешімізді 160 градусқа қыздырып қойдым. Енді қамырымызды осылай жайып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, немесе табан ішіне салып жайсаңыздар да болады. Мен осылай оқтаумен жайып алдым. Енді табамызға салып орналастырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағын бәрін жоғары қарай көтеріп, начинкамызды құйған кезде ағып кетпеу қажет. Енді шанышқымен шаншып шығамыз. Қамырымызға салмамызды құйып, қамырдың жан-жағын тегістеп шығамыз. 30-45 минутта піседі. Бұл уақытта пешті міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Міне пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде суытыңыз. 2 сағатта суыды менікі. Тек суығаннан соң ғана формадан шығарыңыздар. Формадан шығарып болғаннан соң тағы да тоңазытқышқа салып мұздатсаңыз болады. Сол кезде ортасындағы сметанасы қатты болып, әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Мен айтқан техникалар мен құпиялардың бәрін қолданыңыздар, сол кезде сіздерде міндетті түрде шығатын болады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын достар.